бұрын психологиялық дайындыққа қайтып аламыз. Тұраңыз. Бастаймыз. Сен сонда кімді көрдің? Өткен сабақта қандай тақырып өттік? Ескек өйді кестесі. Өткен сабақты оқушылар шыбын ұру әдісімен сұраймын. Кім шығады? Жылдам айт. 5 күн. 5 екім. 5 екім 10, 5 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45. Жарайсың, Алихан. Және ұшырады. Қара қашып шықсын. 5 2 11, 5 3 15, 5 4 25, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45. Жарайсың. Айдар ұшырады. 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45. Жарайсың. Жақсы оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз монеталар мен қағаз ақшалар. Бүгінгі сабақтың мақсатымыз сен монеталармен және қағаз ақшалармен түрлі төлем жасауды үйренесіңдер. Жазамыз. Оқушылар, мен қолымдағы не? Жарайсыңдар. Жазып па оқушылар?
бүгін. Зереге 3-200 теңгелікті ірілеу керек болды. Зереге ақшасын айырбастауға көмектесші. Қалай жасауға болады? Дұрыс. 3-200 теңгелік 600 теңге болады. Біз ірі қағаз ақшадан 500 теңгені білеміз. Ендеше Зере жаңағы ақшасын 500 теңгелік қағаз ақшаға және 100 теңгелік темір ақшаға айырбастап ала алады. Қыз бала дүкеннен 100 теңгеге балмұздақ сатып алды. Оның қолында 500 теңгесі болса, ол қанша ақшасын қайтарып алады? Дұрыс, ол 400 теңгесін қайтарып алады. Ол қалған 400 теңгесін әртүрлі қайтарып ала алады. Бұл қайтарым үшін ең ірі ақша 200 теңге. 200 теңге қосылған 200 теңге тең 400 теңге болады. Екінші есеп. Екінші есептің берілген кім оқиды оқушылар? Алиха оқи ғой. Қазақстанның қай санда жазылған қолмен қағаз ақшаларын білесің? Осы ақшаларды құнын білдіретін сандарды алдымен қосу ретімен, содан соң кию ретімен жаз. Жарайсың. Кім жазды? Бірінші өзі ретімен жазды. Сен жас шықтың ба? Өзі ретімен. Тамаша, жарайсың. Енді қағаз ақшаларды жазып, өсту ретімен. Қағаз ақшалар. Мың теңгеден бастайсың. Жарайсың, Мақсат. Жарайсың.
теңгеліктен алтауы, 100 теңгеліктен екеуі, барлығы 500 теңге. 200 теңгеден екеуі, 100 теңгеден біреуі, барлығы 500 теңге. Жарайды. 20 теңгеліктен екеуі, 100 теңгеліктен төртеуі, барлығы 500 теңге. 50 теңгеліктен екеуі, 100 теңгеліктен екеуі, 300 теңгеліктен біреуі, барлығы 500 теңге. Жарайды. Дәл солай қылайық сізге. 100 теңгеден 8-і, 100 теңгеден біреуі, 100 теңгеден үшеуі, 200 теңгеден біреуі, барлығы 500 теңге. Жарайсыздар оқушылар. Барлығын дұрыс орындадыңдар. Жасаймыз, кәне орнымыздан тұрамыз. Жаңбыр. Ең бірінші жаңбыр қалай жауады оқушылар? Жарайсыздар оқушылар. Төртінші сыныптың белгілі кім оқиды? Бекзат оқи ғой. Бірге күнге басы болар, 500 теңгеге май, 200 теңгеге кәмпит және 500 теңгеге нан сатып алды. Азамат анасы үлкен мешіт теңгеге сауда жасады. Үлкен кішкім болды. Апай, мен. Сіздерге де 200-500 теңгеліктен 500 теңге беріп жатыр ма? 1000 теңге беріп жатыр, иә? Осыған сіздер не сатып аласыңдар? Кәмпит сатып аласыңдар. Май неше теңге? 500, Нан, 100, кәмпит, 200. барлығы неше теңге болды? Сіздер неше теңге бердіңдер дүкеншіге? 1000 теңге бердіңдер. Сіздерге қанша теңге қайтып берді? 200 теңге берді. Жарайсыңдар оқушылар. Не сатып алдың? Сен неше теңге бердің дүкеншіге? Неше теңге береді? 200 теңгеге дүкеніне барып өзің бір зат сатып аласың, жарай ма? Сен не сатып алдың? Карандаш. Карандаш неше теңге екен? 180 теңге. Сен неше теңге алып бардың?
мектепке 200 теңге алып барған екен, 180 теңгеге карандаш сатып алған. Ал 20 теңге қайтып берген. Дұрыс па оқушылар? Нар қанша теңге екен? Пакет? Май? 5 теңге. Барлығы неше теңге болды? 8 теңге болды. Сіздер қанша теңге апардыңдар? 1000 теңге апардыңдар. Сіздерге қанша қайтып берді? 200 теңге қайтып берді. Дұрыс па оқушылар? Жарайсыздар. Оқушылар 5-ші есеп тақтамен жұмыс болады. Кім шығады тақтаға? Айша шығады. 20 теңге қосу 50 теңге. Жарайсың. Жарайсың. Жүз теңге қосу азайту 50. 100 теңге. Теңге. Азайту 50 теңге. Дұрыс па оқушылар? Ал көрмей. 50 теңге көбейту 2 тең. Дұрыс па оқушылар? Айлана шық. Жиырма теңге. Қосу, шашамыз. 100 теңге. Азайту 80 теңге. Başa жабамыз. Тең. Оқушылар дұрыс па? Теңге. Бөлу 2 тең. Неше болады? Дұрыс па оқушылар? Жетінші есепте топтық жұмыс банкомат ойыны. 100 теңгелік монеталарды әртүрлі тәсілмен шығарып алу жолын кесіп көрсетеміз. 100 теңгелікпен. Яғни бұл жерде тек қана мысал 20 теңге ма 20 теңгеден 100 теңге құраймыз. 50 теңге ма 50 теңгеден құраймыз. Ал екінші топ әртүрлі монетаны
қолдасаңыз болады. Жарай ма? Жиырма теңгеліктен бесеуі 100 теңге болады. 10 теңгеліктен 10-ы 100 теңге болады. 20 теңгеліктен бесеуі барлығы 100. 20 теңгеліктен екеуі барлығы 200. Оқушылар салыстыру жұптық жұмыс армиян әдісі арқылы. Жүз теңге, 900 теңге, 1000 теңге, 900 теңге, 1000 теңге, 5 теңге,
Жарайсың. Жарайсың. 60 tenge, 700 tenge kişi. Жарайсың. 6 tenge, 700 tenge, 60 tenge. Жарайсың. Tenge ve 400 tenge. Жарайсың. Жарайсыңдар оқушылар. Оқушылардың қолында жұлдыз шалар бар. Осы жұлдыз шаларды егерде түсінбесеңіздер, қызыл түске енді түсініп келе жатсаңыздар, яғни маған сұрақтарыңыз болса, көк түске бүгінгі сабаққа түсінген болсаңыздар, жасыл түске бояйсыздар. Оқушыларымыз болдық па? Иә. Оқушыларымызды көрсетеміз. Жарайсыңдар оқушылар. Көреміз.